Нұрболат, мен кеше банк қосымшасына кіріп, депозит аштым да бірден толтыра бастадым. Сен кеше маған мемлекеттік сыйлықақы туралы айттың ғой, сол шын ба, шынымен түседі ме? Әрине түседі. Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мен Нұрболат. Бұл ипотека академиясы. Бүгін біз сіздерге мемлекеттік сыйлықақы дегеннің не екен, қанша түсетінін және қалай оны есептеу керектігін түсіндіреміз. Отбасы банктың салымшысы баспанаға деп жылдамырақ ақша жинақтау үшін мемлекет әр салымшының депозитіне 20% қосады. Тоқта, маған дұрыстап түсіндірші. Қомақты сома алу үшін қанша ақша салуым керек сонда? Мысалы, сіз бір жылда 100 мың теңге жинасаңыз, онда қосымша 20 мың теңге аласыз. Ал егер 300 мың теңге жинасаңыз, онда 60 мың теңге қосылады. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Біле жүріңіздер, мемлекеттік сыйлықақының өз лимиттері бар. Бір жылдың ішінде сыйлықақы қосылатын шектік сома 200 айлық есептік көрсеткішке тең. Google-ге кіреміз де 2023 жылы бір МРП қанша деп жазамыз. Бұл 3450 теңге. Демек, 200 МРП биыл 690 мың теңге. Ол ең максималды, яғни шекті сомасы. Оған 20% сыйлықақы қоссаңыз 138 мың теңге. Айлық есептік көрсеткіш жыл сайын өсіп отырады. Онымен бірге мемлекеттік сыйлықақы да көлемі артады. Нұрболат, менде 1 миллион теңге бар. Мен қанша мемлекеттік сыйлықақы ала аламын? 138 мың теңге. Бұл биылғы ең шекті сыйлықақы. Ал одан да көп сыйлықақы алу үшін не істеуім керек? Егер сіз мемлекеттен бір емес, 2, 3, 4, тіпті 5 сыйлықақы алғыңыз келсе, келесі бөлімді көріңіз. Мен онда сыйлықақыны қалай арттыруға болатыны жайлы лайфхактармен бөлісемін. Бізге лайк басып, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Егер келесі бөлімді көргіңіз келсе, қоңырауды басыңыздар. Келесі кездескенше. Әле, біттік. Кеттік өзіміз отырып шай ішейік.